Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бауырдан торт жасаймыз. Ең алдымен бауырымызды блендерда өткізіп аламыз. Немесе мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Оған 2 жұмыртқамызды қосамыз. Және 1 стакан сүт құйып, венчикпен араластырамыз. Bir стакан ұнымызды електен өткізіп араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Бізде осында консистенция шығу керек. Қызып тұрған сковородкаға дәл осындай қылып коржын жасаймыз. Бірінші жақ беті піскеннен кейін қарасаңыздар, екінші жағына аударамыз. Начинкасына пияз бен сәбіз қажет болады. Пиязымызды жіңішке алып турап аламыз. Сәбізімізді теркадан өткіземіз. Қызып тұрған майға ең алдымен пиязымызды қорып аламыз. 15 минуттай қорғаннан кейін сәбізімізді қосып, тағы да араластырып қуырамыз. Астын басып, бетін жауып 15-20 минут қорғаннан кейін біздің сәбізіміз дайын болады. Енді тортымызды жинаймыз. Коржымызға ең алдымен майонезді жағып аламыз бетіне тегістеп. Артынан 1 қасық, немесе 2 қасық начинкамызды салып жағамыз. Екінші коржымызды қойып, дәл солай қайталаймыз. Ең бетіне өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен кетчуп пен майонезбен дәл осылай дөңгелек етіп жағып шығып, зубочисткамен өстіп шықтым. Сода менде зебра пайда болды. Жан-жағына укроп септім. Ең оңай, тез болып дайындалады. Сондықтан да барлықтарыңыз дайындап көріңіздер, өте дәмді. Қонақ келген кезде дастарханыңыздың да көркін келтіріп тұрады. Каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.